Meyramxonamizning atından ikinci as мәзірін ұсынсақ деген ниетіміз бар. Сырттағы ағалар қауып шақырыңыздар. Екінші ас мәзірін қабылыңыздар сіздер үшін. Бір нәрсе хат жазып жүріңіздер. Мен келіншегім бала жағымдағы тараздан болғаннан кейін
Бағдарламамыз баянды болсын. Аман болыңыздар. Ал жайғасып орналарыңыздар, үлкен алғыс білдіреміз. Тағы да бірақ сүлеттік көрін, яғни екінші дастарханымыздың бірінші тілегін ұсынып алғанды жөн көріп отырған жайымыз бар. Сөйтіп алған нәсіп етсе әрмен қарай кешімізді жалғай түсетін боламыз. Тілектің төріне Рошат Боса достары, Ануар ағамның достары, өзімнің аға жеңгелерім арнайы Береке Сандуғаш, Тілеухан Динара, Жәнібек Гүлдана, Саят Әсен, Ерлан Жұлдыз, Мұрат Жазира, Әйгерім, Мақсат Разалия, және де Дәурен есімді Ануар ағамыздың достары келе барыңыздар шақырамыз. Аман кетмеңіздер. Bravo, stilip sınıf alayım ya daha asıl olmalı dedim. Bakalım. Assalamualaikum. Jidalan. Ağlarına kaydık. Nereden bu? Çatavaklıdan. Soğusun. Derdi. Onun köyün adımat olsun. Üzerine kolkanat olsun. Nereden bu? Semiyede vakti dostların kızığına doymay. Arkadaşlar. Бәрі міндетінен зор болса, қызықшылықта болса, кішкентайлардың қызығына тоймай, Алланың көзі зор соларды көрсете берсін. Рахмет, бақыт жинап, жора жолда тұрғандардың бәрін шақырып жатсың. Бұл да үлкен бір міндет қой. Алланың алдындағы көп рахмет. Ануар досым, Айнұр, Хакостың ұсыландық ата-ана күндеріңіздер барсыңдар. Үлкен азамат болсын, биіктен болсын, бауырларына қолғанат болсын, елдің азамат болсын, бақытты болашақ. Ассалаумағалейкум, қайырлы қонақтар. Кішкентай ұлымыздың аттауына қайыр құтты болсын деймін. Еліміздің үлкен бір депутат жерінен көріне берсін. Не деймін, әрдайым ашық аспан, денсаулықтар мықты болсын, үлкендер аман болсын, достарым көп болсын, өстіп тойлап жүре берейік. Сол үшін дәмден алып тұрыңыздар. Бүгінгі жасауатты үлкен ұлы тойларыңыз құтты болсын. Хакос ұлымыз мұсылман тақатыры болсын. Өздеріңізге, отбасыларыңызға бақыт, пендеріңізге саулық, артарыңызға жетіп келе жатқан ұл-қыздарыңыз аман болсын. Алдыңызда жүргендерге із көрсетіп келе жатқан үлкендеріңіз аман болсын. Осылай шаңырақтарыңызда тек қана дастархан қызыққа қуанышқа жайыла берсін. Барлық жас болсын. Ал құрметті қонақтар, ассалаумағалейкум. Ануар, Айнұр. Біріншіден алыстан келген қонақтар, Қостанай. Құрмет. Думан бастаған барында деп. Құрметті қонақтар, жолдастар, барлығымыз үлкен батырымыз Хақназардың тойынан келіп отырмыз. Үлкен жігіт болсын, жоғарыда отқан ағаларымыздың жолын берсін. Әуез ағамыз, Нұржан ағасының, Орал ағасының жолдарын берсін. Үлкен. Енді мынау айтып отырмын ғой, Ануар мен Айнұр қосылғалы енді осы шаңырақтың бүкіл қызығында жүрген адамымыз ғой.
жігіттердің бәрін көбісін танимын. Жаңағы осы жерде отырған Думан бар, Бағлан бар деген сияқты. Ой, мен мына талапкершілік көршім деп қойды. Енді құрметті қонақтар, мына достар болып біз енді жиналып осындай мен тойға келіп отырмыз. Ануар, рахмет сый құрметіңе, дастарханыңа, дәміңе. Осындай үбірлі-шүбірлі тойлар көп болсын. Бастысы осы жетістіктің жемісін көретіндей үлкен азамат, 2 бүлдіршін қызың бар, 2 ұлың бар. Үлкен азамат болып, қыздар бой жетіп, жетістіктерге жете берсін, ұлдар спортсмен болсын. Жаңағыдай қазір енді патеми айтып кеткен футболист болсын деп қойын енді қазіргі олимпийский не отыр, УЕФА отыр. Хакост деп артына жазып, үлкен футболист болсын. Мына енді достарымызға, қыздарымызға рахмет. Осындай мен бір ұжым болып біз енді сәл кешіп қалдық, кешірім сұраймыз енді осы тойға қатты асықтық. Рахмет, осындай қуаныш көп болсын сіздермен артында. Сен дағы арғы өлеңді мұра көрсін. 83-тер осындай бір әдемі ақ тілегін айтқан көзде осы отқан ағайын бір шапалағы мұра көрсін. 84, негіз 83-тен бастап іште пайда болдыңдар ғой, сосын 84-тен болдыңдар ғой. Әрме қарай кеңіз, мәке. Ал, Ануар досым, Айнар, бүгінгі хақосысыны құтты болсын. Қуаныштымыз, той жақсы өтіп жатыр. Барлық ғашықтың қауымның бәріне бақыт тілейміз. Бақытты әрдайым күніміз осындай жақсы тойда өтсін. Той қыласың досым, атушы. Рахмет ұлдар. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Біріншіден Ануар, Айнұр, сендерге зор денсаулық тілеймін, ашық аспан тілеймін. Дендерің әрқашан сау болсын. Денсаулықтарың болса, артында еріп келе жатқан балапандарын көтеріп деп ойлаймын. Екіншіден бүгінгі тойларын тойға аласың. Ат болған құтты болсын. Тек қана сендерге қуаныш әкелеміз. Ал құрметті қауым, ассалаумағалейкум. Ануар досым, бүгінгі осыны мерейтойы құтты болсын. Осы әрқашан барша жиналатын қауым себепші ұлдардың ұяғы отырып, қыздардың қияғы отырып, әрқашан үлкен азамат болып, тек Қазақстанның ел алдындағы азаматы болып, әрқашан осы шаруақта тойдың тойы бола берсін. Жаным аға, алдағы 8 тойдың бәріне қалмай барыңыз жарай ма? Әрмен қарай, кімге? Айтпаңыз бірінші, сізге берген жоқтың. Құрметті Ануар, Айнар, бүгінгі той ерекше өтіп жатырсыз. Сендерге көп рахмет. Осындай тойлар тек қана жиі бола берсін, қуанышқа жазыла берсін. Енді мына кішкентай бір жағынан үлкен ер азаматқа тілек айту кішкене қобалжимын, сондықтан арасында қағазға қарап тұрамын. Рұқсат етсеңіздер. Құрметті Хақназар Ануарұлы, үстінде тойың құтты болсын. Азамат болып ержет, денің сау болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Бақытты балалық шағың болсын. Есінде тек қана қызықты сәттері мен қызықты қуанышты күндер есінде қала берсін. Ата-ананың қуанышы бол, елдің мақтанышы бол. Оқуда озат, өмірде жолын әрдайым ашық болсын. Бауырларының тілекшісі бол, армандарына жете бер. Бүгін біз сенің кіндік ата-ана ретінде саған кішігірім сыйлығымыз бар. Сол сыйлық саған өмірде бақытты күндерінің естелігі бола берсін. Сол кішкентай сыйлықтың арқасында үлкен навыктар алып, осы кішкентай сыйлықпен шауып, жүгіріп, ойнап, осы сыйлықпен бірге өсе бер. Бүгінгі қыз сынып айтқанның жеңімпазы
Bir bolsoq qo'yingizlar. Sizlar sonda o'g'il ota-onasizlar mı? Ya tirildirmish, tirildirmasmish. Ha, tirildirmish. Siz tuman do'stmi? Yani, qutlu bo'lsin, bolsoq qo'yingizlar. Sizce Cengiz? Жұмыстың обычный работа. Как sizce? Какой? Істейді. Жоқ, өздеріңіз бір-бірлеріңіз араларыңыз істейтіндеріңіз маған керек емес. Не жұмыс істейді? Груза береміз. Ақша айналып тұр. Велосипед алып жүрсе, оржындар бар. Айтып жіберіңіз, сразу, я? Сатып ашып қой. Бірдеңе айтам дедіңіз уже. Көпшіліктің тілегі қабыл болады дейді негізі. Сондықтан бүгін сіздерден көпшілік қауым бір тілейтінім, кішкене бір эгоист ретінде бір тілек тілеп алғым келіп тұр сіздердің амин деген тілектерінен. Осындай Хамза, Хақназар және барша ұл баланың атынан маған бәрекелді бала жұғысты бола берсін. Ер бала, керек ба? Арнұр күрсейіңдерші. Жоқ, қазақтың рыбы білесіздер ғой, негізі ішкейін ұрлап жатқан соны жоқ. Алда нәрсесі жүрісті болсын. Осы екеуіңізден именно сүйетін 5 ұл, 5 қыз бірінен кейін бір бауыр болсын деп тілейміз Аллаға қаласа. Сол 5 ұл менен 5 қыздың жүрегін жуан етіп, жеңгемнің қосалаққаны жауыр болсын деп тілеймін. Жеңгемнің қосалаққаны жауыр болғанша дүниеге балалар келе берсін, уайым қайғыларыңыз жоқ болсын, қарымдарыңыз тоқ болсын. Именно екеуіңізден қазақ елінің саны күмбірлеген қарақытайлықтардан да көп болсын деп бір болсын. Қауым, той керемет өтіп жатыр. Ануар Айнұр, бүгінгі Хақназардың сүндет тойы құтты болсын. Өмір жасы ұзақ, дені сау болсын. Екеуін қолтықтасып, ақсақалды ата, ақ жаулықта әже болыңдар. Өсіп келе жатқан, аттарына келе жатқан балапандар тек қана сендерге қызықтарын көрсете берсін. Біз солардың қызықтарын тойлап, жүгіріп, шапқылап жүре берейік. Мына біздің атымыздан азғантай біздің қалта шоуымыз, және де сырты жұқа, іші бұқа конвертіміз. Енді 84-тер биіктен түспеңдерші, ешқашан бөлінбеңдер, бітпеңдерші. Алла қалап дәл осы той құсам, пожалуйста, ішпеңдерші. Su, үй жақта кездесу, онда неге бәрін айтпай. Үйге айтсай су, үй жақта кездесу. Думан аға, бүгінгі тойды жақсы өткен қалайсыз ба? Әрине. Қызық өткен қалайсыз ба? Әрине. Есте қалған қалайсыз ба? Әрине. Көп ішпесін ма соқ болсын? Tavsiye edeyim uşak boşa. До конца я шанс.
той қыласың давай. Насымен де достар, вообще қайтпаңыздар. Бұдан кейін, пожалуйста, айтпаңыздар. Жарай ма? Ал, достар, достар беріңіздер. Мархабат, жайға шоғырыңыздар. Достар, махаббат үшін өсілген сөнген бір үміт қайта жалғансын. Осы күнге жете алмаған жан достар үшін. Қайта жалғансын, көтерейік қане достар, бұл уақыт үшін. Осы күнге жете алмаған 83-тен 84 жасай беріңіздер. Енді келе ғой, жайғасымаңыздар, қарындасым, кеш болдақ. Ал, қол соғып құрмат көрсетіп қойыңыздар. Әдемі қыздарыңыз тамаша өнерін салатын болады. Қолдарыңыздар, мархабат, кетмеңіздер. Canım, sen akşamdan gerek емес, мен саған жинап берейін деп тұр керісінше. Ойлап отырып, бір қол соғып құрмет көрсетіп қойып, өздеріңіз қылсаңыз. Басқа беретін ақша жоқ жаным, болды бара бер. Кеңіз, жеңген, Анварға, рахмет жаным, сары сусын тастамай дейді. Кеңіз. Бетиш, кішігірім бір қысқанышқа ойын болсын, ойын көп болып жатыр ғой, шүкір. Бірақ, примерно бит бастайық, ойынға неше теңге бере аламыз? Например, ағайдыңызшы. Неше теңге бере аламыз? Иә. Примерно, бір шаш еткені 5000 теңге, мысалы ше, 3 штук шаш еткені. Сіз қанша штук шаштың ақшасын бере аласыз? Шаш еткізбейді. Примерно, ойынға неше бере аласыз, айтамаңызшы? 10 бір шапала барып қойыңыздар. Тағы да бармай, өздеріңіздің қояларыңызға ақшалай сый-сияпат давай. Қош жүрейік, 5000 теңге, 10 теңге дейтіндер бар болса, давайте, өздеріңізге кішкене қызық болсын, е? Өкіл папасы.
Келіңіз. Ләйім аға, грузыңыз тола берсін. Размыскыңыз бола берсін. 20 мың теңге қол соқпаймыз ба? 30 мың болды, негіз 50-ге толтырсаңыз зор болады. Қанша бересіз? Сізаға тойда жоқ адаммен жүріп қанша бересіз? 10 мың теңге бір шапалы бір. Наличка болса бересіз. 40 мың болды. Тағы да соңғы бір адам. Кім бар? Ақшалай сисапат қосып жібереді. Ой жаным, рахмет. Алладан қойсын аға. 5 мың теңге. 5 мың болды. Болды ма? 45 мың теңге, 5 мың теңге болсын, 50 мың теңге зор болды. Келіңіз. Бетейді анарана. Потолок, прям. Дерзко беретін, осы 45 мың теңге ұтып алады ау дейтін. Бір азаматтың есімін аташы. Ақшалай сисапат көріп, емен ақшалай деген кезде түсінбей қалады да болады. Көреттен кет. Хотя биге шығаратын әйелінің ұстамай қойсам болады ма? Шығарайсың болады. Жақсы шлюб. Думан аға барды сол. Думан аға барды сол. Думан? Әрек жетті отыр. Думан аға! Бір балыңыз аға, мұна столдарың бар. Кім? Ақбалысы мен. Ақбалысы! Абай кеттік, Абай. Абай! Let me talk to him. Let me talk to him. Let it rain. Let me talk to him. Видео жасанды интеллект болып тұрсыз ба саған? Егер азамат болып кетіп өзіміздің класстастардан. Ер азамат. Еркек. Дәурен, кеттік, Дәурен! Кемаңыз, молодцы, күшті. Тағы да бір еркек шақырсақ болды. Кім бар? Курстардан шақырсақ, курстардан. Күйеуала, аман! Аман, күйеуала, аман! Қыздардан кет. Қыздардан. Келіңіз. Сіздер кетіп қалсаңдар, кеттіңіз. Кет, қыздардан тағым бар. Сіздер ойланып тұрыңыздар. Келеңіз соқсын, не бар? Тоқсын еміз. Үшеу болды. Тағы бір қыз азамат жасыр. Кім? Гүлнұр, кеттік ал. Гүлнұр! Әр нәрсе тең болу керек, ашки мен ашки керек екеніңді бар. Сіз, кстати, Думаннан бастап тұрғанызшы. Думан аға, сіздер екеуіңіз бірге болыңыздар. Сіз күйеу баласының қасында тұрғаныңыз, 45 мың теңге, 5 мың теңге қосып жіберетін адам бар ма? 50 мың болсыншы, екі аяқ тең болсын. О, жалым аға, рахмет. Ал, енді сөздің шыны керек, бұл жерде реально қайшы мұқты берді, сол 50 мың теңгені алып кететін, 5 мыңнан бөліп бер, 10 мыңнан бөліп бер, анау, аңғақ, жоқ. Реально қайшы мұқты берді, 50 мыңды алып кетеді, все, бірінші кетті. Бірінші, рақшы бөліп отырмыз. Кеттіген жүрсекші. Не алып еліп қол, ішке дейін олмай. Ал, бірінші жоқ!
Тұрмаңыздар. Кеттік ал. Гарри Поттердің папа мамалары. Дайынбыз ба? Үшінші жұп. Театр. Осы жерде спектакль қоятын кезім, братан сен. Жібер! Ойды! Екеуің әруақ шағырып атсыңдар ма? Әруақ шағырып жүр, білесіз жүр? Бұл өлеңге үйтіп билемей, былай бей, қараңдаршы. Басына олып сырғаласаңшы болмаса. Ал, бұл өлеңге былай билейді. Деп билейді болды. Ол жоқпаймыз ба? Құтты ғана тұрмамыз. Бір-бірінде билерін көріп алдық, келесі билеген бір-бір жұптан қайдарып отыратын боламыз. Бірінші жұп, кеттік ортаға. Ал, кеу баласы. Барынша. Жібер. Қашамасыздар? Қосмышын, жібер. Екінші жұп. Ач кейлерін шешіп білеңгіш қыз бол. Шешіп әкмауыз ойналым. Жарасы тұрыз тұрмыз. Шібе! Ойды! Gangnam Style! 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 낮에는 너무 싸싸워 мен түсіндім аба мен түсіндім сіз жүре беріңіз ол сөз билей береді екен ал театр әулие боп талай жерді бұл өлеңге үйтіп билемейді, болай билейді. Биік таулар, ей бойшаңмын деп сіренбе. Келесі биде ана кісінің шашынан тап жұлатынсақ, мына кісінің үшін. Бұл өлеңге былай билейді, қарамаңыздар, жібер. Я! Деп билейді болып жетеді. Бол. Ал, бір дауысқа салайық, бірінші жұп қалай биледі? Екінші жұп қалай?
Театр 3-ші жоп. Сахнада жүргендер внимание жасаңыз. 4-ші жоп. Тата кетпе. Нормал. Чырал. Давай. Қандай музыка болсын? Айтыңызшы, қандай? Қой әдем. Білмеймін. Нормал, қыздың психологиясы бұзасында қойыңдар. Жібер. Тоқтаңдаршы, сонда 50 мың қатты мұқтажсыңдар ма? Сонда 50 мыңға үйді билейтіндей ойнап тұрғандар. Кет. Ойнап атырмын, тегі бір. Жібер! Bring the action. When you listen in the club, you gotta turn the shit up. Мына братан, мына кісіне қорыққаннан билеп жүрген екші. Мына кісі артқа жүрген салға жүрген. Ау, қыздың жауы жүрген. Төкте жүрген емес бұл кісі. All eyes on us. All eyes on us. The boys in the club, they watching us. Everybody in the club, all eyes on us. Болмаса, екеуің анақта сырласу бөлмесіне бақсаңдар, болмаса. Иә. Өзбекше болыңдаршы, кет. Абай ана. Өзбекше болыңдаршы, өзбекше. Биіңізді міндетсініп білеткенсің. Тұрыңыз. Бірақ мен айтайын, бұл музыкаға үйіп билемейді. Қалай білейді? Думан аға. Шаш айын алдырды, бешкіш. Екеуі алдыр көшедегі бай мектегі түсінесің. Жүз жоқтағы, кеңдер. Бұл музыкаға қалай білейді? Деп білейді бұл. Қол соқпаймыз ба тамақ? Сән қол қосылса арақ шөйретке күш деген. Сән шыдасаң күш беру дейміз. Сән қол қосылса лимонсы олып арақсы болады деген. Бірінші жыл қалай біледі? Екінші жыл қалай? Үшінші жыл? Төртінші жыл? Төртеу денеңіз мықты. Давай, соңғы би кеттік. Соңғы би, сонымен біреу жеңіміз болады. Халық осы шешеді, дауыс шешеді, сол 50 мың теңгені алады, кетеді, все. Соңғы би! Жібер, кеттік.
Ağa. Ciddiçi. Speaker şağa, siz kızın rolünü oynaysanız şağa duruşu. Hadi geçin. Geçin. Siz sana olan bir gibi rol oynayın şağa. Ne yapıyorsun? Çok da şans. Daimimiz var. İşte sen kızsın değil. Sen kızsın. Baylamamız. Baylamamız başına. Aşışlarımız erkek de karap durmuş. Ben erkek de böyle durmuş. Жібер, кеттік ал. Братан, сен қыз болмай қой. Сен жеңілтек қыз болады екенсің арқасың. Тұрып ал. Ой, Allah. Manlarıma cüvelim. Ayттым оны жеңілтек қыз болады деп. Думана біз кетіңізші. Ана ювелир жақтан тығылып отырмыз да, соққа шығышы. Деп бармыз. Ана көрсіңізші. Can, Думана вообще шампунға расыл емес қыстан ойнашы. Дайынбыз ба? Жібер, кеттік ал. Бол, бір жау. Жібер, жібер. Сен билеп жүр. Думан үйреніп жүр. Микрофонға жабыспаңыздар. Енді рән айтқан кезде 4 жұптан мықты. 4 жұптан мықты. Сол үшін түрлі ойды төкті жоқ. Кетейін, жоқ. Мына кісілер сияқты дұрыстап бейді. Көтерілдер айналдырсаңдар 10 мың теңгеден береді өді. Сізге лично. Кетпеңіз қазір, ақшаны ұстаңыз, кетпеңіз, одан кейін сковородканы өзіңізге ұстайын ала қойыңыз, қой сізді ала қойыңыз өзіңізге. Ана маңдаварканы Қостанайдан келіп тұрсыз ғой, дұрыс па? Қостанайдан келіп тұрсыз ба? Қостанайда арақ сатып берген. Үш дүние қалды, үші. Братан, сіз алдыңыз тұрмандай. Не қыласыз сіз? Қабай ағым. Ағасыңыз. Желі көп. Мынау сізге, аға, мынау айырмастан өздерің біліндірі. Енді, тек мынау сөздің шыны керек, сәл енді сабыр қылайын, ұшақ мейді, ұшақ мейді. Мен Аллаға шүкір, сәл қанша жетте басталған той, Тәпті енді үйітіп қанша теңге жинап? 80 мың. 50 жүз сыңыз бағамыз. 30. 40 мың теңге.
кім бесін көрдір? Ей, Ануар, үндемейтін Ануар. Оның атылды ғой айтпақшы Ануар. Оның беріп жүрсіз. Қақты? Нәрсен жетпейді. Кімдермен деп қой өзіне ғой. Нәрсен өзіне біліп қалды. Білім машысын жеп қойды. 10, 20, 30, 40. Енді ау сөздің шынырек мына тұрған кісілердің ешқайсысы сіздердің ақшаларды жинауға келген жоқ, дүниелерді жинауға келген жоқ, реально сыйлап берген шүкір. Енді сіздер 10 теңге алдыңыздар ғой, сол 10 мыңды бөлісіп алыңыздар 5-5 бөлісіп алыңыздар екеуіңіз, мына 10 мыңды сіздер екеуіңіз бөлісіп алыңыздар, жарай ма? Мақұл, шыққанда қазақта қос үйде құр шықпа дейді, қос үйде құр шықпа дейді. Мына 10 мыңды екеуіңіз бөлісіп алыңыздар. Ау? Түсінбедім? Сіз 5 мыңды ал. Машалла. Ау? 10 мыңды ма? Мына 10 мың, мына кісілер маған берді, значит бұл менікі уже. Дұрыс қой. Мынау енді 10 мың деген өздеріңіз. Бөлісіп алыңыздар, 5 мың сізге, 5 мың сізге. Жоғалтпаңдар бақыт яғылысыңдар. Бүйтейік, мына жерде енді 20 мың теңге қалды ғой. Осы 20 мың теңгені Хақназар сүндет тойына жинап жатырмыз ғой. Алла нәсіп етсе, үйлену тойына аман есен жетейік деп, осы 20 мың теңгені кімге? айтып отырсыз ғой, 20 мың теңге. Үстіне 10 мың теңге қосшы. Шөл қоптым ауыз мың қарыз еді ғой десе? 10 мың берді. Көріне қалды. Жадный. 30 мың бе. Жіктер қойыңдар ол. Олар жіктер шамаға барып не қылыңдар ондай. Олар барыз. Бара болыңыз қолда бар. Ой, болды деймін. Оның шамасы жейді. Жоқсың, ол деймін да шамаға барамыз деймін. Ой, мынаға жүйелі үшкен екеуміз төсекке жүріп бағасына болды. 30 мың теңге. Қанша тілектер айтылды, сол бір тілектер қабыл болсын деп осыны садаққа беріп жібересіздерші, бола ма? Бола ма? Жай, Хақназардың сүндет тойына шиіріп жатырмыз. Тілектер айтылды, дайым сол бір тілектер қабыл болсын деген ниетіміз, ойнап жүрміз, күліп жүрміз. Мынау ақшаны әшейін деп жерге де тастай саласыздар ғой. Көріп отырып қой, датта бұл ақша көп екенсіздерді. Дайым, Алла берекесін берсін, көп болсын ақшаларымыз. Алла нәсіп етсін. Мастыға Алла деп тұрып қойды сол жақта. 30 мың теңгені рұқсат болса енді шынымен бір мұқтаж жан бар, бір қызы бір ұлы бар, действительно мұқтаж соған берейік. Менің қатыным соған апарып берсін. Еркелеймін, ойнаймын ғой. Мақұл садақа андайындай емес, бірақ теңіз жандар. Үшеу, төртен, бесеу, и так болды, ақшалар жетеді. Бесеу дегенде, бесеу дегенде. Ой, өтіріп тұр бететпей тұршы болды. Мына жерде енді 20-30 жаңағы ластаға. Мына кісіге кеңес мәке ерекше бір қол соқты қойып жүр. Қол соқты. Мен байқап отырмын, жаңағы құшақтап жүр, мен аты жөн жоқ адам болғанса құшақтамаймын. Ол кісі көрініп тұр, қарапайымдық жүрегіне ұялаған, өте мықты ер азамат екені бір қол соқты қойды. Жоқ, аға мен аманды ер азамат. Мынау енді 94 шақырған себебі, мен қолымда 20-35 мың теңге бар. Баланың есімі Хақназар. Бірақ осы дегенші. Хақназар, сүндет тойың құтты болсын. Ата-анаңды сыйла, мектепке барасың, скоросың мектепке. Қызыл аттестаттың алтын белгі алып.
зор денсаулық, табыс, және де ата-анасын жасап жатпасын деп, ашпан асып, ашық. Ештеңе етпейсіз жүрмесе осы сондай болады. Және саған есте аласың. Зор денсаулық деймін. Жүзіп ал. Сен жаймен үйлендіріп барасың ба? Ұшын балаға. Кет, бәрімен қарай. Ағаңыздар сүннет тойың құтты болсын. Бақытты бол, денсаулығың мықты болсын. Проблемаң болмасын, бақытты бол. Сол Реально шқаптықсың. жетсек. Айтпасай. Мен өзім қарасым, оңтүстік білемін. Біз сразу проблема, бізде проблема көп қойды. Хақназар, бүгінгі сүннет тойың құтты болсын. Құтты бол, ата-ананың мақтанышы болсын. Хақназар, сүннет тойың құтты болсын. Айтамын ғой, бала жақсы болса тойда көп түседі, жаман болса жердің асты жақсыdır. Тойдың үстінде, жердің үстінде ойнап біліп жүресің. Хақназар, сүннет тойың құтты болсын, аспан ашық болсын, денсаулығың зор болсын, бақытты бол. Хақназар, бұл кісілер аты шәкті. Жоқ, не үшін бұл кісілерге тілек айтқызды? Біз білмейміз ғой, қайсымыздың тілегіміз қабыл болады. Бұл кісілер адамнан қызмет жасап жүрген қыз жігіттер. Сағат 6-ға деп шағырғанда 7-де бастап бұл кісілер түскі шағын білем бер жүр. Осы Айнұрдың Ануардың тойы жақсы өтсінші деп. Бұл кісілер міндетті жұмыс істеу. Дұрыс жұмыстары бар. Бірақ табатын табыстары сіздер жаңа лақтырып атқан жерге тастай салып тиыннан да аз ма едіңіз? Рұқсат болса, әр осы тілегіміз табыл болсын деп, осы қыз жігіттердің еңбегін бағалап, менің қолымда 20-35 мың теңге тұр ғой да, 35 мың теңге тұр. Осы 35 мың теңгені мен старший өзінің соңында саған берем. Осы тойдан кейін, білмеймін, дизи ішесіңдер ма, горилла ішесіңдер ма, өздерің білесіңдер. Көбісі бұл кісілер елемейді, ескермейді, білесіздер ғой, қызметкер ретінде қарайды. Әлі тамақ жеуісің ғой өзі. Бүйтейікші, егер расымен де осы ісімді құптаған жан болса, тойдан кейін жаз жеріп бекер беретін официантқа деп тұрмын да. Екі қол жоғары көтеріп қызметкерлерге бір құрмет болсын. Енді бізге қызмет жасап жатқан жас жігіттер мен қыздардың арасында ойнатқасын қосасашы мына балаларға. Директорский план бар, директорский план бар, бұл кісілерге жаңа 35 мың теңге беріп алдық қой. Жоқ. Онда ризашылығым ретінде саған берейін. Маған ақша керек емес. Мен и так қазір нормально ақшалар берейін. Мына 10 мың теңгені давайте сіздерді билетіп жатқан музыкалықта берейін. Қалай? Давайте. Қалама? Бізге біздің көңіл-күйімізді көтеріп жатқан адамдарға берсін. Өте риза болып отырмын. Анау 700 километрді артқа қалдырып келгенімізге ешқай өкінбей құлағын отырмыз. Кел, музыка, ардым. Музыкамен әркеп жатқан жігіт. Кел, айтпақшы еще, сіздердің бауырларыңыз арғын бұл. Арғын жігіт, бір қол соғып көріңіз. Еще арғын дейсің ба? Арғын сияқты. Сол айтқанша арғын деген тура сол. Саған. Мынаңыз бір қол соғып көріңіз. Күйеуімнің идеясы ғой, просто күйеуім шықпай өзім жұмыс істемес, күйеуімнің ақшасына кетіп кетмесіңдер. Қызметкерлерге бір қол соғып көріңіз. Адам баласы алатын подаркасын ақшасын алғаннан кейін кетпей ма енді? Тойдың басынан бастап ойнатып,
билеп секеңдеп жүрген қайбалар ортаға кірген кезде тақау болып қалды демеңіздер, кішкене қазақтың тойында өзіміздің бір жақсы іске деген бір үлгі болайық деген ниетпенен, жақсы бір іске деген біздің бір қадамымыз болсын деген ниетіміз. Жалпы бүгінгі тойды басқарған әйелдің баласы демеңіздер. Мен де өзім бір таныстырып өтейін. Негізі кіші жүз әлім еліне күйеумін, әлімдер бар болса. Ыстыларға жиенмін. Осы әлімдермен ыстылар үшін күндемей қызмет жасап жүрген ұлы жүз Сәмбетеленің ұлы Бауыржан атты асыры Астанада мен ғана біреумін. Ағай, қуаныштарыңызды бастап жатқанымызда бір 4-5 сағаттың көлемі болды ғой. Біріңізге ұнамағанымыз айдан анық, баршаңызға бірдей ұнайтын мен пайғамбар емеспін ғой. Ешқандай қызметкер, ешқандай жұмысшы өзінің жұмысының жаман өткенін қаламайды. Егер көңілдеріңізге шығып жатса, тамадаға көңілдерің толсын да, бастарыңа бақыт құсы қонсын да, Ануар мен Айнұрдың сүнді қойып басқарған жап-жас бала Бауыржанға ағайын бір шапалақ болсын да. Әрбір шаңырақтарыңызда той болсын, ойнап жатырмыз, күліп жатырмыз, артық айтып қойып жатса айыпқа бұйырмаңыздар, кішкене көңілдеріңіз табайық деген ниетіміз дұрыс жағынан түсінуіңіздер рұқсат болса. Енді арнайы той бастайын ба? Қазағымыздың салт дәстүр бойынша бұрынғының арты қазақтың дәстүр салты әрбір шаңыраққа осында той қуаныш жұлысты болсын деп алдымызда той бастар тасталады, той бастар сыйы, той бастар керуені. Қабылдаңыздар. Алтынгүл, Нұрсұлтан Маян, Бейбіт Әйгерім, Меруерт есімді бір туған бауырларға келіңіздер, тілек тақтап келіңіздер. Кет маяқтар жүре. Анвар аға, келе қойыңыз, ал бауырлар, қуаныштарыңыз құтты болсын, той өздеріңіз күтіп ортақ, көш той қайсымыздан бастаймыз. Үлкеніміз қайсы. Ассалаумағалейкум. Кеттік мақам. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Анвар Айнұр, қақойсын, сөйлеп той құтты болсын. Зор денсаулық тілеймін, бақыт. Үлкен жігіт болсын, өздерінің қолғанат болсын. Тек қана биік белестерден болсын, бақытты болыңдар. Ассалаумағалейкум. Анвар Айнұр, ақназардың сүндет тойы құтты болсын, денсаулық болсын, үлкен азамат болсын, мықты білімді, иманды, жақсы жігіт болсын, әрқашан өздерін қолдап, қуандып, бақытына тоймаңдар, жақсақандарын тек жақсылыққа жайылсын, әрқашан амандыққа, жақсылыққа жайылсын. Шаңырақтарымызда үлкен керемет той болып жатыр, өте керемет өтіп жатыр. Хақназардың сүндет тойы құтты болсын, үлкен азамат болсын, бүгін айтып жатқан тілектердің барлығын Алла Тағала қабыл етсін. Отбасыларыңызға тек жақсылық тілеймін. Өздеріңіз қандай болсаңыздар, екеуіңіздің де достарыңыз өте керемет, көңілді. Тәрбиелеп жатқан ұл-қыздарыңыздың өзінде өнерлі, Аллаға шүкір, барлығын көрсетіп жатыр. Сіздер үшін өте қуаныштымын. Сол кезде сізге зор денсаулық тілеймін. Ануар жездем сияқты қасыңызда қамқор адам тұрған кезде сіз ештеңеден қорықпайсыз деп ойлаймын. Жезде сізге көп рахмет. Отбасыңызға қамқорсыз. Сол кезде сіздің қасыңызда толқырып, жайнап жүр. Енді күнде көрмесек те, сол кезде бір 2 айда бір көрем. Енді сырласқан кезде кәдімгідей сіз керемет айтады ғой, біз екеуміз деген ұрыспаймыз дейді да. Мен айтам, қалай сіздер ұрыспайсыздар деп сұраймын ғой.
Сонда мен айтамын да, Аллаға шүкір, сіздің жақсылығыңыз, сәулете сіздің қасыңызда бақытты, әрқашан осылай аялап өтіңіз. Сіздер үшін қуаныштымын. Сіздерге қарап барлық ер азаматтар жездесі сияқты болса екен деймін. Қуаныштымын, тойларыңыз құтты болсын, бақытты болыңыздар. Бұдан да өткен тойларыңызда кездесе берейік. Рахмет көп-көп. Тамада жігіт, өте рахмет, сізге өте керемет өткізіп жатсыз. Езуімізден, күлкімізді езу кетпеді, келгенді күліп отырмыз. Рахмет көп-көп сізге. Жезде, сәулете, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Назар үлкен жігіт болып, үлкен азамат, халқына қалаулы, еліне елеулі үлкен азамат болып өсе берсін. Отбасыларыңызда әрқашан бақыт, қуаныш бола берсін. Дастархандарыңыз тек қана жақсылыққа жайыла берсін. Жаңа ертең той. Екі жақтың достарын көріп, прям ырза болып отырмыз. Сәулетенің достарын бүгін көретінбіз. Әркім өзгермеген сияқты. Сол барлықтарыңыздың үйлеріңізде той болсын. Кешіріңіздер, бүгін міне 83-тегі аға тәтелерімді көріп өте қуанып отырмын. Соны айтайын деген ғой, сіздер қуаныштымын көріскеніме. Той құтты болсын. Қыздарыңыздың үлкен ер азамат болсын, әрдайым қуанта берсін. Бұдан да бетер жетістіктерде көрінсін. Сақтамаңыздықтар жүріңіздер. Армысыздар, құрметті қауым. Бүгінгі той барлығымызға ортақ. Енді мына алтын аға мен алтын жеңгемнің ұдайы Хақназарымен үстіндерге отырып жатыр. Халқына қалаулы, еліне елеулі азамат болсын. Сол зор денсаулық тілеймін. Халқына сыйлы болсын. Сол да бауырлары, аталары аман болсын. Барлығымыз енді алыстан ат терлетіп келген жолдастарына көптен көп рахмет айтамын. Ағамды, жеңгемді сыйлап келіп жатқандарыңызға. Атам десек тілеп көп қой, енді бар жақсылық тілеймін. Кішкене қобалжып отырмыз. Сол сіздердің жолдарыңызды бізге берсін. Ғұмырларыңыз ұзақ болсын, ауырмаңыздар. Осындай той домалақта кездесе берейік, дастархандарыңыз майлы жайлы болсын. Үлкен ағам аман болсын, ортамызда жүрген. Енді қиындықта да, қайғыда да, жақсылықта да барлығында бірге жүрсіздер ғой. Енді артында тек қана осындай қуаныш болсын деп тілеймін. Сосы үлкендердің жолын берсін бізге. Асаға болып қолыма туыстадым, қолымды уыстадым. Ануар аға, Сәуле жеңге, менің айтарым сізге бірақ тілек, аман болсын осында ағайын туыстадым. Жан сені көрген күні көңіліме күмбірлеген күй туынды. Ал мархабат жайғасып орын алыңыздар, бауырлар, жасай беріңіздер, төрлет орын алыңыздар, ой құтты болсын. Ортада қалыңыздар, рұқсат болса, енді ас иесімен дәмді дейді. Сағат деген 11:30 болып жатыр, қазір Алла нәсіп етсе ол жағынан бидің төрін ұсынатын боламыз. Енді төрт көзіміз түгел отқан сәтте сіздердің де бір ауыз тілек ниеттеріңіздің куәсі болғанымыз дұрыс болады. Игі жақсы жақынның басын қосып, ағынан ақтарылып осындай үлкен той қуаныш жасап жатқан осы Ануар ағам мен Айнұр жеңгеме той құтты болсын деп шапалақ пен шапан жоқ бір құрмет көрсетіп қойыңыздар. Ал құрметті достар, бүгінгі біздің тойға қадам басып келіп жатқандарыңызға Алла разы болсын, қадамдан сауықтан болсын.
ризамын осылай келіп біздің тойға атсалысып қуаныштарыңызды бөлісіп жатсыздар. Сіздердің де отбасыларыңызда осындай той думан болсын, қызық болсын әрқашан. Ең бастысы Алла тағала дендеріңізге саулық берсін, отбасыларыңызға амандық берсін. Өсіп жатқан ұл қыздарыңыз тек қана қызыққа өсе берсін. Сол, не айтам енді? Бәрі жақсылық болсын. Енді той көңілдеріңізден шықты деп ойлаймын. Алыстан міне келіп жатыр ғой. Менің қостанайлық достарым келіп жатыр міне. Бажаларым, балыздарым. Рахмет. Алла разы болсын сендерге. Көп рахмет. Люблю. Міне Жаңарқадан келіп жатыр. Саят досым келіп жатыр менің. Жаңарқадан сонау Бақтыбек келіп жатыр. Әсем Саят, рахмет. Көп сендерге. Қайнағам келіп жатыр. Бөлесеке Орал, Миржан. Қарағанды облысынан келіп жатыр. Рахмет. Нұржан ағам келіп жатыр. Киевка. Рахмет көп. Сол барлықтарыңызға көп рахмет. Көріп қуанып жатырмын. Әр отбасыларыңызда осылай той болсын. Сол тойда бізде сіздерге қызмет етіп, сол тойда бізде жүгірейік. Мынау осы Мейрамхананың официант қыздар ұлдары сіздерге Алла разы болсын. Рахмет. Еңбектеріңіз жана берсін. Еңбектеріңіз жанып, сол еңбектеріңіз қызығын көре беріңіздер. Ақшаларыңыз көп болсын, уайымдарыңыз жоқ болсын. Сіздерде де осындай той болсын. Осы Мейрамхананың басшысы Айдын мырза, сізге көптен көп рахмет. Осы датаны маған пятницаны бүгін тауып беріп, көңілімізден шығарып беріп отқаныңызға сізге де рахмет көп. Еңбегіңіз жана берсін, жұмысыңыз жүре берсін. Сол. Мынау оператор Азамат досымыз, өзіміздің жолдасымыз, досымыз Азаматқа көптен көп рахмет. Бүгін менің тойымда төртін қонақ болып отыру керек. Бұл маған қызмет етіп жатыр. Алла разы болсын, Азамат, рахмет. Еңбегің жана берсін. Көп рахмет. Екіншіден, міне Баука бауырым, Алла разы болсын. Міне Сауқатай елінің арқасында осындай міне асабаны маған тауып беріп, тойыңды жүргізіп береді. Братан, уайымдама, бәрі ойдағыдай болады деп жатыр. Алла разы болсын, сіңе береке берсін, отбасыңа амандық, жұмысың жүре берсін. Қазақстанның бір беделді, бір мықты асабасы болып жүре бер. Міне музыкант Арнұр бауырым, саған да көп рахмет. Осылай жанып, жұлдыз болып жүре беріңдер. TikTok, Instagram жара беріңдер. Сол не айтам? Енді мен өзі атымнан мен Саука інім айтты. Баука болады. Тамада мен даже номерімді алған жоқпын, көрген де жоқпын. Өзінің айту бойынша бауырым ризамын саған, көптен көп ризамын. Саған бір шапан кигізім келіп отыр. Фотодан, видеодан көрдім, примерно көреміз. Болды балаға, рахмет, Алла разы болсын. Рахмет, дұрыс бол. Ағас 29 қарындасына құдалап еді. Сосын бүйтейікші, қайтта қысқа тұста рахмет еді, сөйтіп береді ғой, соны түсіріп отмететінеңші, мен өзіме сап қойым, Шеш. Қайттан, басынан. Мына Баука бауырма енді, ризамын. Енді шапан кигізім келіп отыр егіна, Баука бауырма. Рахмет, еңбегі жана берсін. Шапандарыңызға, қошеметтеріңізге, енді осы шапанның астында бір ат болса, маңалыз, расымен де енді жаңа бәрімізге рахмет айтып жатсыздар ғой, қызметкер, музыкант, официант, арнайы бүгін Хақназар бауырымыздың тойы болады деп, біз официанттар, музыканттар барлығымыз 50 000 теңге жинағанбыз, сол той анағып беріп жіберсек енді расымен де маңалыз ағам, жаңада тойдың басында, ең басында айттым ғой, кез келген қуаныш той иесінің пейіліне қарай өтті. Пейілдеріміз қандай, тойларымыз дәл солай өтті. Мынау енді расымен де Қазақстанның жан-жағынан келгенсіңдер, ақ тілекті бүгінгі тойда ақтарып бергенсіңдер, бәрін айтты, бірін айт,
Осы Астананы Астана болған қорғалжың сендерсіңдер. Рахмет, жеңге. Өзіңізге берейін, сіздер айтасыз ба екенсіз? Торғай жасасын. Қорғалжың мен Торғай бір туған. Ты ж торгаец? Ты же прописался. Қазақстанның жан-жағынан келгенсіңдер. Осы қуанышқа ақ тілекті айтып бергенсіңдер. Бәрін айтып, бірін айт. Қорғалжын, Торғай, Өскемен, Қостанай, Шымкент, Жетісай, Балқаш, Қызылорда, жалпы Қазақстанды Қазақстан қылған қазақтар сендерсіңдер. Көптен көп рахмет. Достар, сіздердің арқаларыңызда бүгін той керемет өтті. Бірінші Алла, екінші өздеріңіз бағана асаба айтты ғой. Той өздеріңізге байланысты. Асаба деп қарап отырмай. Рахмет көптен көп. Міне Қарағандыдан бажам келіп отыр мен. Балғызым екеуі. Рахмет сіздерге. Жолдарыңыз болсын. Үйлеріңізге аман есен жетіңіздер, сәлем айтыңыздар. Көп рахмет. Жеңгеге брavo. Қайырлы кеш, құрметті жора жолдастарымыздың. Бүгінгі біздің кешімізде ешқандай бөтен адам жоқ. Демек, қошемет болсаңыздар, демексіздер біздің жандарымызға жақын жандарсыңдар. Сондықтан бүгінгі біздің кішкентай балапанымыздың қуанышын бөлісіп келгендеріңізге көптен көп рахмет. Алла разы болсын. Алладан қайтсын, бізден қайтпаса. Мынау қостанайлық менің жан құрбыларым, студенттік шағының куәлері, жандарым бүгін 800 километрді артқа тастап келді. Осы үш қызды алып келген осы кісілердің жігіттеріне рахмет. Біраз сөздерін жеңіп тастамайтын. Аман болыңдар, тойдан қайтсын, тойда кездесейік, басымыз тек тойда қосылсын. Жақсы көремін. Біздің әрқашан шашпауымызды көтеріп жүретін, әр тойда шашпауымызды көтеретін, жанымыздан табылатын Ануардың достарына, жан достарына көптен көп рахмет. Алыстан келген Саят, Әсем екеуіне көптен көп отдельный рахмет. Міне мен достарым, мен қыздарымның жігіттері, осы үш жігіттің арқасында осы үш қыз ешқандай қуаныштан қалмайды. Вечно шаққылап жүреді, алып келеді, алып келеді. Сіздерге көптен көп рахмет. Келіп тойдан қайтсын. Мен емеймін, сестренкам. Күйеу балам кетті, жол жүріп кетті. Туған сіңілім болмаса да үмбетей өзім. Жаным, әпке, апа деп өзім жақсы көреді. Сәлем айтасың Терманға, рахмет көп-көп. Бұл жолдан қалып, бармай, біз үшін бізге келген жан ғой. Мейрамбек пен Зарина балаларының вручениесіне бармай ошақта отыр бүгін. Оның бәрі ертең жұмысына қазір жолына шығады. Оның бәрі шынымен еңбек, бұл сыйластық. Бұның бәрі құрмет деп ойлаймын. Сендерге көптен көп рахмет. Өзімнің бауырым отыр, бөлем отыр, Ануарымның бауырлар отыр, ағалар отыр, абысыным, қайнағам отыр, қайынсіңілім отыр, күйеу балам, барлықтарына көптен көп рахмет. Алла разы болсын, бүгінгі той барлықтарына жақсы болсын. Мен достарым кімде көрмесем де, бірақ білем, что мен жанымнан табылатын жақындарым. Бір мектепте оқып, шынымен бір партада отырып, бір бөлке нанға таласып жүріп жеген, например. Достарым ғой менің. Сендерге көптен көп рахмет. Гүлнұр, саған отдельный рахмет. Жаным әрқашан қасымнан табылады. Жыламаңыз. 10 минут қалдыңыз, жыламаңыз. 28 мыңға жасатқан макияж ағып кетеді, жыламаңыз. Рахмет барлықтарыңызға. Осындай той бәріңе жұғысты болсын. Тек қана басымыз тойда қосылсын. Барлықтарын жақсы көрем, құрметтеймін. Мына жерде сіңілерім отыр. Алыстан келген Айком отыр. Күйеу балам мен Меруерт, сіңілім Ануардың інісі отыр. Мен екі құрбым бар, жерде Жанна, Жанайля деген
осы Астанадан тапқан құрбыларым осы уақытта 20 жыл болды почти араласатынымызға. Менің жанымнан табылатын Астанада ең бірінші осы екеуі. Мен больницада жатқанда қасыма күнде келетін осы екеуі болды. Кім екеуі жаңағы айтылған екі кісі келіңіздерші. Қол соғып қойыңыздаршы. Енді басып өтіп осы 80 адамның алдында өзге бір шеттен бүйтіп арнайы өздеріңіздің есімдеріңіз атағаннан кейін нақты ағаларына қолқа салып тұрсын көрейік дегеннен кейін өздеріңіз ортаға шақырған себебіңіз кішкене. Міне осындай кісілер жасап жүрсін. Бір қол соғып. Екіншісі қайсысы? Екіншісі қайсысы? Не дейді? Сторос плакала дейді? Жоқ, жыламаңыздар, не үшін жылайсыздар? Тиетін байға тиіп, туатын бала туып сана. Бұл өмір сүру өрт құтасына бақы енді расымен Алла разы болсын, шаңырақтарыңызға той болсын. Мен қазір айтып отырмын, мына кісіге орысша аударып бересіңіз, жарай ма? Лично айтсаңыз болады, кеттік. Жанка менің екі баламның қасында болған босанғанда. Ол менің осы Астанада жанынан табылатын жан ғой. Сосын алғысымды бір бөлек білдіріп жатырмын екі қызға. Айып етпейсіздер, сіздерге көптен көп рахмет. Алтын гүлге Ануардың қарындасы, жалғыз қарындасы Сарыөзеннен бала шағасын құшақтап, саған да рахмет, Алла разы болсын. Осындай той барлықтарыңыз жолсыз болсын. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға денсаулық тілеймін. Ең басты денсаулық болсын. Басқасының бәрі өзі рет-ретімен келе береді екен. Осы тойдың өтуін бірінші Алла, екінші менің жаным Ануарға рахмет айтамын. Мен осылай шалқып жүргенім, 13 жыл декретте отырғаным Алласыз осы кісінің арқасы. Осы уақытта мен бір жылдан жұмысқа шығып, бірдеме жетпейді деп айтып көрмепті. Наоборот, шықпа, отыр. Сондықтан осы алаңсыз өміріміздің бала шағамыздың атынан алғыс білдіремін. Осы кісінің арқасы. Тамадамызға сізге көптен көп рахмет. Алла разы болсын. Бірінші Сайлаубекке, екінші өзіңе көптен көп рахмет. Сайлаубектің ағасы бола тұра, саған шапан жоқ па енді. Бұл жөні деп ойлаймын ағаңның. Бұл саған да аға болады деп есептеймін. Сондықтан көптен көп рахмет. Бүгінгі кешімізді сондай жоғары деңгейде өткіздің, Алла разы болсын. Тойларың көп болсын, жұмыстарың жүре берсін, бала шағаларыңмен бақытты өмір кешіңдер. Барлықтарың аман болыңдар. Тек тойда басымыз қосылсын. Рахмет. Осы тойда сән салтанат құрайық, мойнымызды бермен қарай бұрайық. Осындай той жасаған Ануар мен Айнұрға ол ағайын бір шапал. Енді ағаларым, жеңгелерім, абайға отырыңыз. Сөздің шыны керек. Өздеріңіздің алдыларыңызда қызмет жасағаны өте қуаныштың. Бұл кісілердің хабарласқанына маған көп те болған жоқ. Ары кетсе бір 10-15 сағаттың болды негізі. Осы күнге мен бүгін Саразға тойға баруым керек. Бірақ Алла бұйыртып, сіздердің алдыларыңызда өнер көрсетіп жатырмыз. Мен лично өзім қуанып тұрмын. Сіздердей жандардың алдында өнер көрсетіп, сіздердің көңілдеріңіз тапқаныңыз үшін сіздерге Алла разы болсын. Шаңырақтарыңызда той болсын, расымен де еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Енді келім-кетігіміз болса, өзіміздің бауырымыз, өзіміздің інімізді дұрыс жағынан түсініңіздер. Мен барынша көңілдеріңіз табу үшін енді айтқан әзілдерім, істеген қылықтарым дұрыс жағынан түсініңіздер рұқсат болса, иә? Өзіміздің той ғой, өзіміздің кешкі деген ниетпен түсініңіздер. Сіздермен бірге болған 5-6 сағат бойы қызмет жасаған мен Ләйла Сұлтанқызы. Жалпы 83-84-те рахмет! Сіздесіп, тек қана тойда жүздесіп жүре берейік. Той құтты болсын, сіздер үшін той енді басталды.
Mening жұмысым аяқталды. Амандықта жүрсек той құтты болсын. Ал биге шығыңыздар. Жүрегімнен махаббаттың отын салшы, мәңгі бақи жанымда бірге қалшы. Еркелеші еркелес, өзіңді қараймын, арбидарды араймын. Отты қабылдап менде жарайын, ай нұрындай аялап, болайыншы саябақ. Еркелеші еркелес, өзіңді қараймын, арбидарды араймын. Отты қабылдап менде жарайын, ай нұрындай аялап, болайыншы саябақ. Еркелеші еркелес, еркелеші еркелес. Суге қайда келеген, ғасырымды ақтарып жүрген көгейін. Күлгінне күшайына жинап береген, еркелеші еркелес. Тасуындай тұнықсың, тамашасың ғой, тал бойыңа жарасқан қара шашың ғой. Қосқайыңдай жайбасақ жарасасың ғой, еркелеші еркелес. Өзіңді қалаймын, артеданы араймын, отты қабылдап менде жарайын, ай нұрындай аялап, болайыншы саябақ. Еркелеші еркелес, өзіңді қалаймын, артеданы араймын, отты қабылдап менде жарайын, ай нұрындай аялап, болайыншы саябақ. Еркелеші еркелес.